заманда бір дихан болыпты. Дәулет диханның ауласында бірнеше жыл өмір сүріпті. Оның шапағатынан диханның мал-мүлкі көбейіпті. Дихан малы мен жерінің санын, күміс пен алтындардың есебін білмейді екен. Бір күні Дәулет диханның қасына келіп: "Ата-ау, мен сіздермен көп жыл бірге тұрдым. Менің шапағатымнан сіздер байлықтарыңыз 10 есеге көбейді. Мен де басқа адамдарға барып, басқалардың үйлерінен байлық көбейткім келеді." "Bu ne дегенің? Дәулетжан, айналайын, сен дұрыс айттың. Сенің арқаңда мен мол байлыққа кенелдім. Саған өте ризамын. Бірақ менен не жамандық көрдің? Неге кеткің келеді? Сенен жалынып сұраймын. Менімен бірге қал. Сен кетсең менің жағдайым не болады? Жоқ, мен сені жібер. "Ата-ау, бұл не дегеніңіз? Мен сізден ешқандай жамандық көргенім жоқ. Бірақ та басқаларға барып, бір шапағатымды бөлегім келеді." Дәулетжан, бір күн уақыт бер маған. Мен үйдегілермен ақылдасайын. Күтетін болыпты. Дихан әйелін, ұлын, қызын қасына шақырып алып: "Ахуалымыз қиындайтын болды. Дәулетжан бізден кетеміз дейді. Байлығымыз азаятын болды. Бізге өкпелеген бекен. Енді жағдайымыз қиындайды. Енді не істейміз?" Барлық диханға қосылып, көңілдері түсіпті. Ал кіші келіні ешқандай жыламапты да, ренжімепті де. "Ата, жыламаңыз. Қартайған шағыңызда өзіңізді күтіңіз. Дәулет кетеміз десе жолы болсын. Қуанышпен шығарып салайық. Оған бола қам жемеңіз." Келіннің сөзіне барлығы таң қалыпты. "Келінжан, олай неге дедің? Дәулет кетсе не істейміз?" "Ата, амал қанша? Дәулет кетуді жөн көріпті, жіберейік. Сіз анамызбен бірге бата беріп отырасыз. Ал біз бәріміз еңбек етеміз, егін егеміз, мал бағамыз, жеміс-жидек жинаймыз, әйтеуір несібемізді табармыз." Ертесіне ерте тұрып ауласына шықса, Дәулет үйдің есігінің алдында диханды күтіп тұр екен. "Ассалаумағалейкум, ата. Енді маған рұқсат бересіз бе?" Дәулетжан, отбасым, анам, жолдасым, ұлдарым бәрі саған рұқсатын беру. Біз бәріміз бір жағадан бас, тату тәтті өмір сүріп, рызық несібемізді арттыра береміз. Саған сол ризашылығымен рұқсатын беріп отыр үйдегілер. "Мен сөзімді қайта алдым. Мен сіздермен бірге тату тәтті отбасының арасында тұрғым келеді. Мен сіздермен бақыттымын. Бірлік бар жерде мен де бармын." Тыныш бейбіт заман болсын, бар қазағы аман болсын. Көш бастап көсем алып жүрмесең де, естілетін жаман болсын. Дәстүрі қазағымның аман болсын, әр үйде бүкіл деген қазан болсын. Дос жараған құдақ жүріп келіп жатса, қысылмай қасырады жаман болсын. Үлкейіп еңкейгенде қару тұтар, қасында бағып қала бала болсын. Іргесі еліміздің берік болсын, бар қазақ бір-біріне серік болсын. Дастархан адалдармен аралмасын, ниеті қазағымның таралмасын. Осы айтқан менің бата тілегімді Құдай мол ниетпен қабылдасын. Осылайша Дәулет өмір бойы диханның үйінде қалған екен.